Құрметті домбыра үйренуші, біз осымен бал бырауын күйінің 3-ші сабағын бастайық деп отырмыз. Бұл 2-ші бөлім. 2-ші бөлімнің бір оңай жері үстінде қайталағанды 2-ші бөлімді қайталай саламыз. Яғни сіздерде мен жастар биі сабағымды үйренген болсаңыздар, тура сол принцип. 5 перне төмен қайталайды. Мысалы біз былай бастадық қой, 1-ші бөлімде. Дәл соны мына жерден басып қайталаймыз. Асты 9, үсті 10. Бірінші сабаққа толығымен қайталап шығамыз. Егер сізге бұл түсініксіз болса, онда мен асықпай барлығын түсіндіруге дайынмын. Яғни 2-ші бөлім асты 9, үсті 10. 10, енді 12-ні басамыз. 2 рет. Үшіншісінде үсті ашамыз. Үсті ашып жібердік. Ары қарай. Астында 12 қала береді, үстінде 9 басамыз. 10. Тағы да 9. Қайталаймыз, 2 рет. 9, үшінші сөйлем. 10, 12. Мына жерде ашып жіберуге болады соңғысын. Сосын қайт 9, 9. Мына үстіңгі шек ұмытпаңыз. Және 10-да міндетті түрде бас бармақпен басыңыз. Өйткені одан алсамыз. Осылай ойнауыңызға болады, асықпаңыз. Қайталап шығыңыз, видеоны тоқтатып қойып. Кейін тура 1-ші бөлімдегідей, бірақ 5 перне төмен ойнаймыз. Үсті 12, мен 3-ші сөйлемді ойнап тұрмын. 14. Осылай ойнасаңыз дұрыс шығады. Сіз бұлай үйренуіңіз мүмкін, жеке-жеке сандармен не болмаса, мен де айтқандай 1-ші бөлімде 4 дегеннен бастап 5 перне төмен, яғни асты 9, үсті 10 бастап 3 бөлігін ойнап шығасыз, тура сондай болады. Бұл өзіңізге қалай ыңғайлы, сөйтіп үйренуіңізге болады. Бұлай да. Екеуі негізі бір нәрсе, тек оңай болсын, мен тек соны қайталай саласыздар деп айтамын негізі, көбінесе үйренгенде. Енді ары қарай 00, 17. Міндетті түрде мына шынашақпен басыңыз 17-ні. Енді 16, 14, 12, 14, 16. Бұл жерде үстін бассаңыздар да болады. 14-ті. Баспасаңыздар да болады. Бассаңыздар біраз жинақ шығады. Баспасаңыздар да болады. Өз еркі. Одан кейін басу керек міне. 14. 12. Көрдіңіздер, ең тағы көріп көшсені. Бұл жерде бір ескеретін жағдай бар. Мына жерде ойнағанда сіздер соғып отырсаңыздар жақсы болады. Біріншісін соғасыз. Екіншісін соғасыз. Үшіншісін соғасыз. Сол кезде бір пайда істейді. Енді А деген өткен 2-ші сабақта мен бәрін түсіндіргенмін сіздерге. Сол бөлікті әкеп осы жерден қайталай саласыздар. Ол қазір мынау болады. А деген бөлік мынау. Өткенде айтқанда жәніңді ойнап шығасыздар бар оның. 17, 16, 14, 12, 14, 16, 16, 14, 12, 10, 12, 14, 14, 12, 10, 9, 10, 12, 12 дейсіздер де, енді А деп тұрған жерден бастап
19, 7, 9, 10, 10 дегеннен бастап толық осы 4 столбикті ойнап шығасыздар деп екінші бөлім аяқталады. Бұл сіздерге оңай болу үшін өстіп қай жерде қайталау керек, қай жерде қай бір кусокты қоя салу керек, соның барлығын арнайы түсіндіріп тұрмын. Ол қазір енді барлығын қосқанда былай шығады ол. Мысалы 17 не ойнайсың жаңа соңғы бөлім. Енді міне аны қосылыз. Сөйтіп бітті. Осыменен екінші бөлім толығымен аяқталды. Қиын емес, иә? Енді мен сізге екінші бөлімді орта екпінде, орта темпте бір ойнап берейін. Екінші бөлім. Орташа. Екінші бөлім бітіресіз. Мен сіздермен қоштаспас бұрын бір секретті айтып кетейін. Осы балбыран күйінің бір секреті бар. Мына жер бар ғой. Жоғарыға шығасыздар ғой. Бір, екіншісі бар, үшіншісі бар, 4, 5, 6. Осы 6 кусокта міндетті түрде біріншісін соғып отырсаңыздар. Енді жылдам айдағанда оңай болады. Көбінің қателігі былай, көбінің қателігі былай. Мынаған соғады да. Олай сіз дыбыс ритмі ыңғай шығып қалады. Сондықтан тек біріншісіне ғана соғасыз. Біріншісіне соғасыз. Және үй тапсырмасы ретінде сіздерге айтайын, осы жерді маған жеке ойнап шығып, маған жіберсеңіздер. Осы жерді ғана. Осы жерді ғана. Осы жерді 10 рет ойнау керек, жеке-жеке. Сол кезде шығады. Құрметті домбыра үйренуші, осымен екінші бөлім аяқталды. Сіздерге түсінікті деп есептеймін. Егер түсініксіз болса, маған жазып, сұрақтарыңызды қойыңызға болады. Міндетті түрде үй тапсырмасын орындап жүріңіздер. Келесі хafta бұйырса үшінші бөлімді бастаймыз.